Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Әрдайым көкке ұмтылған адам баласы ерте замандардан ақ ғарышқа ұшуды армандады. Ақыл-ойдың кемелденіп, техниканың қуатты дамуы бұл арманның орындалуына жол ашты. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Кейін ғарышкерлер қатарын Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетовтер толықтырды. Тоқтар Әубәкіров алдына қойған мақсатына жете алатын батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Атақты ұшқыштар Талғат Бигелдинов пен Нұркен Әбдіровті үлгі тұтқан. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Қатты қуанғанынан мен құстай самғап келем, менің қанатым бар деп айғайлаған екен. 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтады. Одан 10 жыл өткенде Мәскеудегі авиация институтында оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Тоқтар көптеген ұшақтарды сынақтан өткізді. Жылдамдығы дыбыстан жоғары ұшақтарды да басқарды. Тоқтар әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына қосылды. Жаңа авиация техникалын сынақтан өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1988 жылы Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке ғарышқа ұшқан ерлігі үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы ордені берілді. Республикамыздағы Қызылорда облысының аумағында Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Адамзат алғаш рет ғарыш кемемен осы жерден ғарышқа ұшқан. Жасанды жер серіктері де осы айлақтан ғарышқа көтеріледі. Ғарышты игеру ел экономикасы үшін аса маңызды. Ол Қазақстанның әлемдегі ғарыш державаларының қатарына қосылуына жол ашты.